ұлтшыл болу үшін, ұлттың мүддесі үшін күресу үшін, қазақтың мүддесі үшін жұмыс істеу үшін ешкімнен ешқандай рұқсатнама алудың керегі жоқ. Егер кімде-кім қазақты сүйсе, қазақ үшін бір еңбек еткісі келсе, мейлі қандай да бір өзінің қолынан келетін бір шаруаны қазақ үшін істеймін десе, онда ол ешкімнен рұқсат сұрамай-ақ қойсын. Сол шаруасын ниет етсін де істесін. Шамасы жесе, айналасына өзіне жақтастарды, тілектестерді көбейтсін. Бір адамның қайырынан екі адамның қайыры артық. 100 жігітті, 1000 қызды қасына жинап, қазақ үшін еңбек етсін. Ол үшін анау бір топ мені тобына қоспай қойды, мыналар маған лицензия рұқсатнама бермей қойды, әсілі қазақ үшін бүйтіп істеу керек еді, мыналар менің ойыммен жүрмей қойды, мынау ана жақтың шпионы, мынаның ана жағында анау тұр, мыналарға анау шетелдегі бәлендер қаржы береді, мен бұлар сияқты істейін деп едім, менде қаржы жоқ деп. Ібілістің өзі ойлап таппайтын сылтауларды айтудың ешқандай керегі жоқ. Ұлтшылсың ба? Елді міне ме? Ел сенің көзқарасың бойынша жүруге міндетті емес. Сенің формулаңа сай бұл дүние жаралған жоқ. Бұл дүние Аллахтың қалауымен және Аллахтың заңдарымен жүреді, сенің заңыңмен емес. Ұлтыңды шынайы сүйсең, пәленшенеге бүйтті, түгеншенеге бүйтті демей, өзің ұнатқан формаңмен. Егер сол сен ұнатқан іс, сен ұнатқан форма қазаққа пайдалы болса, алда істей бер. Шамаң жетсе, қараңды көбейт, тобыңды молайт, қарқынды, тартымды жұмыс істе, халқыңды дүниеге дәлелде көрсет. Міне, осы июнь айының ортасында біз мынау Шымкентте Қарабура ханның құрметіне ашылған үлкен жиналысқа шақырылдық. Атажұрт еріктілер атынан Шайхмет Қалиұлы ағамыз, Қайрат Байтоллаұлы ағамыз, мен Серікжан Біляшұлы және Қыдырәлі Оразұлы бауырымыз 4-еміз аттандық. Осы кезде біз әр жолы осындай бір алыс сапарға аттанатын кезде, мынау әлеуметтік желіде бізді өсектеген, жалалаған, қаралаған мақала қарша борайды. Мыналар тағы да Қытайда қазақ мәселесін көтергелі жүр. Мыналар тағы бір қырынан көтергелі жүр дей ма? Жоқ, ана Қытай қожайындары тапсырма бере ма? Енді жалалаңдар, енді қаралаңдар дейме. Әйтеуір бір топ ұлтшыл пайда бола қалады да, осы отыра қалып, компьютердің ар жағында, телефонның бер жағында отырып, бізді қаралайды, жалалайды. Айналайын ау. Қытай қазақты қысып жатыр. Шындық па? Шындық. Қанша қазақ түрмеде отыр дейді. Әлем ақпарат шулап жазып жатыр. 500 мың қазақ. Қазақтың қызын қорлап жатыр ма? Қорлап жатыр. Қытайға тисін деп жатыр ма? Тисін деп жатыр. Қазақтың қызы Қытайға тисе, жұмыс берем, ақша берем, сыйлық берем деп жатыр ма? Міне, үкімет ашық ашкере осысты қолға алды. Саяси үйрену дейтін бәледе қазір қанша қазақтың жатқанын біз де білмейміз. Ана 500 мың қазақ Қытайдың түрмесінде отыр деген, ол осыдан бәленбай ай бұрынғы ақпарат. Ал 3 ай отырып, жарты жыл отырып шығып жатқаны қанша, 1 жыл отырып шығып жатқаны қанша. Түрмеден шыға сала жарым-жартылай есалаң болып, миының 40-50% істемей қалып, отыр десең отыратын, тұр десең тұратын, былай қарасаң сау, былай қарасаң есалаң, қаншама адам өмірден сөйтіп қор болып өтеді енді. Бізге анық дәлелдер келіп жатыр. Еркектер былтыр ел аман жұрт тынышта саяси үйрену дейтін түрменің әшейін бір жеңіл кезінің өзінде сол түрмеде 3 ай 1 ай отырып шыққан еркектер еркек болмай шықты қазір. Ал сол түрмеден былтыр ел аман жұрт тынышта отырып шыққан студент қыздар, жап-жас келіншектердің міне етеккірі тоқтақ қалып жатыр. Бала сүю қабілетінен айырылды. Ана түрмеге отырып шыққан
әйел білесіздер, Қазақстан азамат Аман Аңсағанның жұбайы Гүлзия Мөгдің Қазақстаннан Қытайға барарда сап-сау кеткен, туберкулезі жоқ деген справкасы болған, жүкті кезінде денсаулық тексеруден өткен. Қытайдың түрмесінде зорлық түрде екпелер егілді, дәрілер егілді. Ол дәрілерді ішкізіп жатқанда камераға түсіріп тұрып, жоғары жағына доклад жасап отырған Гүлзия Мөгдің арыздың нәтижесінде түрмеден босап шыққанда, енді оның денесінен туберкулез байқалды. Анау түрмеге отырып шыққан жігіттер, біз өткенде Алматы қаласында Қазақстан қонақ үйінде баспасөз мәслихатын өткіздік. Қытайдың түрмесінен босап шыққан Қазақстан азаматы Асенжан Сейітұлы, Қазақстан азаматы Орынбек Көксебекұлы, одан Қытай азаматы болып түрмеден босап шығып, қазір Қазақстан азаматы болған Қайрат Самархан, жаңағы Гүлзия Мөгдің, ол әлі Қытай азаматы. Осы азаматтардың барлығы баспасөз мәслихатында Қытайдың түрмесінің сұмдығын әшкереледі, ел жұртқа көрсетті. Енді осындай ақпараттарды Қазақстан қоғамына беріп, ұлттық арнаға дейін міне бізден интервью алып, сұхбат алып, жариялап жатыр. Міне соңғы рет 60 тірі жетім тірі баланы майдың 31 күні Қазақстан қонақ үйінде тағы да конференция ұйымдастырып, артынан Қытай елшілігінің алдына арыз тапсырып, осындай іс-шаралар ұйымдасып жүрген кезде, сонда осының барлығы не үшін? Ақпаратты қоғамға жеткізу, жоғары жаққа жеткізу, билікке жеткізу, керек десең тұтас адамзат қоғамына осы болып жатқан сұмдықтардың жайын жеткізу. Ал енді қазір отырып алып, біздің жеке басымызға, атажұрт еріктілеріне неше түрлі ібілістің өзі ойлап таппайтын бәлелерді артып жатыр екен. Өткенде анау бір оңбаған Серік Керей деген біреу не деді? Жарқын жеті дүнген екен деді. Енді міне бір Фейсбукте біреулер айтып жатыр, Жарқын жеті қазақтың ортасында өскен ұйғыр екен деп жазыпты. Артына бүйтіп жазып қойып, білмеймін, әйтеуір ел сөйтіп жүр ғой деп. Осының бәрін не қылған еңбек? Айналайындар, ұлтшыл болсаңдар, қазақты сүйсеңдер, алысатын жау алдарыңда тұр ғой. Не үшін біз осы қазақтың қамын ойлап, анау жылаған, шырылдаған қазақтың қамын осы бүкіл Қазақстан билігіне жеткізейік, әлем қауымдастығына жеткізейік, халықаралық кішілік құқық ұйымдары, солардың құлағына жеткізейік деп біз шырылдап жүрміз. Біз сөйтіп қазақтың басында қасіретпен, қазақтың жаумен алысып жүрміз. Алдына бір топ жазғыш, әулие, білгіш, әмбиелер отырып алып, әлеуметтік желіде неғып бізбен алысып қалды? Айналайындар, бізден басқа жау таппай қалдыңдар ма? Соны түсінбеймін. Айтқан сөздеріне қарасаң, енді жан шошиды. Енді анау өткеннен бері патриот болып, ұлтшыл болып, ойбай қазақтың мүддесі үшін жүрегімді жұлып берем деп жүрген бір тобы енді бұлар арызды жиып алып бермейді екен деп шулап шығыпты. Бұл енді нағыз иттік, нағыз жалақорлық. Бар, Қазақстанның өзінде қазір 200 мың азаматтық алған Қытай қазағы бар. Ықтияр хатпен, визамен жүрген қазақтың ұзын саны ешкім білмейді. Сонда 500 миллион Қытай қазағы бар дейік. Бар да аралада солардың қолынан бірден арыз жиып шық сен. Кім тосты? Кім саған рұқсат бермей отыр? Бар да тапсыратын жеріңе арызыңды тапсыра бер. Бұлар арызды жиып алып бермей отыр. Жоғары жаққа бермей отыр дейді. Сонда анау жылаған, зарлаған тірі жетім, тірі жесірлердің арызын жиып алып біз соны жастық қылып жастанып жатыр ма екенбіз? Жоқ, рахаттанып бір ертегі оқығандай оқып отырмыз ба? Сен кім тосты, сен арыз жисаң? Әлеуметтік желідегі зарлаған, жылаған ақпараттар, бүкіл сайтта айтылып жатқан оқиғалар, ұйымдастырып жатқан іс-шаралар, әлеуметтік желіде тарап жатқан видеоларды кім істеп жатыр? Сол біздің атажұрт еріктілерінің еңбегі ғой. Ал енді бұлар арызды жиып бермей қойды деген қандай шайтан ойлап табатын амал? Осындайда адамды қаралауға, жалалауға бола ма екен? Ал ұлтыңды сүйсең, бар, міне Алматы, Астананың іргесінде қалың оралмандар тұр. Қоянды Қосшыға бар, жылаған, зарлаған қанша қазақ бар Астанада. Алматының айналасы мына жағы Ұзынағаш, мына жағы мынау Жаркентке дейін, Шелекке дейін бар, қаншама оралман тұр. Бар да бірден арызын жи, саған кім қой деді. Ағылшыншаға аудар, әлемдік ақпарат шулат, беретін ұйымдарға бер, Қазақстанда қазақстандық және орыс тілді, қазақ тілді ақпарат шулат, беретін мекемеге бер, ел басынан тартып отырып, Ақордаға,
Нұр Отанға, сыртқы істер, ішкі істерге, Біріккен ұлттар ұйымына ал арызыңды бората бер. Жанталас тура. Біз не істедік, соның копиясын істе. Бізден артық істе, бізден 100 есе, 1000 есе артық істе. Айналайын, саған кім қой деді, сенің жолыңды кім тосты? Отырып алып өсек борату, жұмыс істеп жатқан азаматтардың артын қаралау, бұл шынайы ұлтын сүйетін адамның ісі емес. Бұл жалақорлық, бұл жұлдыз аурумен аурушылық, бұл қызғаншақтық, іштарлық. Абай атам айтқан қазақтың мәнсапқа, қызметке таласқыш болатындығының сырын екен деп, осыдан бір ғасыр бұрын Абай атамыз жылап кеткен. Бұл да енді түк те мәнсап емес қой. Біз өз қалтамыздан ақша шығарып, өзіміздің жүйкемізді құртып, өзіміздің денсаулығымызды құртып, міне бұл жұмыспен айналысып жүргелі, міне 1,5 жыл болды. Ақшамызды, малымызды шаштық па? Шаштық. Ал жылжымайтын мүліктерімізді сатып тұрып шаштық. Кірдік па? Кірдік. Бір басымызда қанша семьяны асырап отырмыз. Енді оның бәрін айта бермейміз ғой. Айтып та жатырмыз айтатын жерінде. Басқаға үлгі болсын деп жатырмыз. Анау асыраушылар Қытайда қамауда қалған үйлерді бағу бізге қиын түскен кезде, бір кезде ол өсіп 60 шақты семья болды. Ең соңында қайтып жора жолдастарымызға бөліп бердік қой. Жағдайы бар жора жолдасымыздың бір басына 7 семья бөліп бердік. Мынаның ұны, майы, су майы, еті, қысқасы аштан өлмей көштен қалмау сенің мойныңда деп. Одан ары қарай 5 семья, 4 семья, 3 семьядан бөліп бердік жағдайы бар жігіттерге. Құрттай дүкені бар жігітке 2 семья бердік. Ең соңында қайттық. Айлыққа қарап отырған айлықшылардың өзіне 2 семьяға 1 семьяны бөліп бердік. Мына екеуің бірігіп мына семьяны асырайсың дедік. Міне қаншама мына өздігінен ұйымдасып шыққан мына белсенді қарындастарымыз бар. Солардың бір өзіне міне 10-15 семьяны бердік. Енді сендер асыраңдар, сендер осыны айналысып, осы жора жолдастарынан жылу жиып асыраңдар деді. Сендер де бізді өсектегенше осындай тірлікпен айналыссаңдаршы. Бұны неге айтып отырмыз? Үлгі болсын. Біздің енді біраз тәжірибеміз бар. Тура біз істеген сияқты істе, не істейміз? Мынаны қайтеміз, ойбай қаржыны қайдан табамыз деп жылап отырмай, жора жолдас туыс туғаныңды ұйымдастыр, соның өзінен бәленбай қаржы жиылады. Мысалы өткенде кәдімгідей көл көсір соғым сойып жатқан мынау қыста. Бардым да бәленбай етін алып кеттім. Сен осыдан бар ғой, сен өні бойың, сен 10 жыл ет жемесең де, сен осы май сырамайсың, ет сіремейсің деп отырып, бәленбай асым етін алып барып, жаңағы өз қолымен алып барып, мұқтаждарға таратып келдік. Міне, сөздің өтетін досыңа, жора жолдасыңа әміріңді жүргізіп отырып істе. Ол да разы болды, қайырымдылық істеп, мыналардың жағдайын көріп өстіп барып, қуантып өзім разы болдым ғой дейді. Енді осының бәрі тәжірибе. Біз саған үйретіп отырмыз, істе. Отырып алып, мыналар битпеді, мыналар сөйтпеді, арызды жиып алып бермеді, анау мынау деген әңгіме, ойбай анау дүнген екен, мынау ұйғыр екен деген әңгіме айналып кеткенде бар ғой. Ол енді қатын тірлік. Қатын десек тіпті ардақты есім ғой. Баяғы түркілер өзінің ақсүйектердің әйелдерін ғана қатын деген. Бұл енді иттірлік. Бұл әрбірден кейін адамгершілік емес. Сондықтан мынау ұлттың басына күн туғанда соны енді жаңағы шырылдап соған қарсы жұмыс істеп жатқан адамдар, ол енді осындай адамдарды сыйламасаң сыйламай қой, тек өсектемеші, балақтан алып басқа шаппаш, жау жағадан алғанда бөрітектен алады дегендей. Қазір мынау қалың журналист, пүрналисті бар, мынау жаңа қытайшылы бар, Қытайдың шпиондары бар, мына қазақтан шыққан шірік жұмыртқалар сатқындар бар, қалың анау дым істемей отырып алып ақыл айтқыш әулие әмбиелер бар, отырып алып өздері жюри сайлап қойып, мынау биткені дұрыс болды, әйткені қате болды дейтіндер бар. Айналайындар, осы өсектеріңнің бәрін бір жерлеріңе тығып тастаңдар да, екі білектерін сыбанып жұмыс істеңдерші. Жұмыс істесеңдер өсек айтатынға уақыт таппайсыңдар. Біреуге барып көмектесіңдерші, ана рухтарың, жандарың тынышталады, жүректерің тынышталады. Біреуге жақсылық істесең, рухың тынышталады. Сендердікі мынау жүректеріңе шайтан ұялағаннан шыққан дүние. Сондықтан оны бәленбай әулие, мына Қытайда қазақ мәселесін көтерейін десе Түгенбай орта ішіне алмай қойыпты, рұқсат бермей қойыпты деген, ол да былжырақ сөз. Бар да істей бер, сен ешкімнен рұқсат алмайсың. Сондықтан мына былжыраған әңгімені қойайық. Өткенде анау мен бір лекция сөйледім. Сингапур синдромы және Қытай қаупі деп. Сингапур деген ел туралы біраз мағлұмат бердім. Дербес болмай мен сенің қарамағыңда өмір сүрем дегенді қоймай, малайлар оны денесіндегі жаңа қатерліксіздікті кесіп алып тастағандай кесіп алып тастады. Қақпанға түскен қасқыр аяғын жұлып алып тастайды, тура сол сияқты кет деді. Жері ата бабасының жерімен қосып кет деді. Неге? Сингапурды
құрамында ұстап отырса, ол жердегі Қытай, Малайзияда Қытаймен қосылғанда, Малайзияда Қытайдың үлес салмағы артып кеткелі тұр. Бәлесінен аулақ деді. Сол Сингапурға ұстап, мынау демографияның кесірінен, міне қазір Сингапурда 85% Қытай. Солай болуына қарамастан, Сингапурдың мысалы, анау Ли Куан Йоудан кейінгі, қазір Ли Куан Йоудан кейін қазіргі президенті мысалы малай әйел. Бірақ соған қарамастан демография 85% Қытай болды. Енді осы Сингапур сияқты болып қалмайық деп, мынау Қытайдың демографиялық тасқыннан сақтанайық деп лекция сөйлесем, албаты бір әулие шыққан. Өмірінде ол Сингапурды өмірі аяғы басып көрмеген. Ол 2 иероглиф танымайды ол. Бір ауыз ағылшынша білмейді. Өтіріктен тоңғаңдап жаңағы мұнафиқ болып, өтіріктен намаз оқып жүрген біреу отыра қалады да. Міне білесің ғой біздің қаншама сатқындығымыздың ішін, жаңағы біздің ішімізде жүріп қаншама сатқындықтың тірі куәсі сол. Атын айтпай-ақ қойын. Ендіге ойбай, мынау Қытайды Құдай көрсетіп жатыр, мына халықты Қытайдан қорқуға үйретіп жатыр дейді. Міне арамызда жүріп бізді сатып, неше түрлі иттігін дәлелдеп, өзінің намаз оқитын мұнафиқ екенін көрсетіп жүрген иттің өсегі. Анаған барып айтады екен, міне қолымызда дәлелдер келіп тұр, жігіттер әкеп беріп отыр. Ойбай, бұлар қашқын сарттардан ақша алады дейді. Дәлелде. Қашқын сарттан ақша алады екен, сен қайдан біліп жүрсің? Бізде қаржы жоқ, бұлар қаржы көп, біз бұлардың тобына керек десе қоспады деп оттайды екен. Бұл жырақ. Енді тағы бір қолынан боқ келмейтін Фейсбукте батыр болып жүрген бір алжыған шал бар екен. Анау мен Қытай ыдырауы мүмкін деген оймен бір 2 лекция сөйлегем. Оның алдан жарым жыл бұрын сөйлегем. Ыдырау алдында Қытай 1, ыдырау алдында Қытай 2 деп ұзағынан кеткен. Сосын мынау Қытайда қазір 200-300 миллион христиан католик егуаға қысым түсіп атқанын, одан мынау демократтарға қысым түсіп атқанын, одан мынау қаламгерлерге қысым түсіп атқанын, мынау Тибет мұңғылға қысым түсіп атқанын, одан мынау мұсылман дұңған ұйғыр қазақтарға, қырғыздарға, өзбекке қысым түсіп атқанын бәрін жазып айтып лекцияда. Мынау Қытай қоғамы қайшылықтарды шеше алмай жатыр, содан ыдырау мүмкін дедім. Соңғы лекциямда Қытайдағы қаржылық дағдарыс туралы айтып жатырмын. Бұрынғы өсімі мысалы 12%-бен, 13%-бен өссе, міне биыл тіпті компартияның әрлеп өсіріп айтқанның өзінде 6% болғанын айтып отырып, міне Қытай ыдырауы мүмкін дедік. Кәдімгі саяси шолу. Енді оны алып жаңағы анау бір алжыған қақпа салады да, ойбай, мынау халықты алдау, наркөздеу, мынау Қытайға қарсы жұмыс жасамаңдар деу деп, неше түрлі жіберген ғой. Мен Қытай туралы әңгіме айтып жатқанда, олар Қытайдың қайда екенін білмейтін. Қытай қаупі туралы, Қытайдан сақтану туралы, Қытайдың экспансиясы туралы, Қытайдың жұмсақ күші туралы мен лекция сөйлеп, ол лекцияларымды сайттар, газеттер өздері жазуға айналдырып басып жатқанда, олар Қытайдың қайда екендігін білмейтін. Енді мына ойбай халықты наркөздеу деп жазады. Бұл атаңа нәлет иттің баладарының бір ғана тірлігі бар, өсек айту. Онда сен Қытайды басқа қырынан дәлелде. Онда сен мынау жылап жатқан, сықтап жатқан Қытайдан қорлық көріп, туыс-туғаны сонда қамалып, немесе асыраушысы қамалып, онда тірі жесір болып отырған, тірі жетім болып отқандардың барып, мұқтажын жаз, көтер, арызын кіргіз, мемлекеттік деңгейде, халықаралық деңгейде көтер. Нең бар бізге қарсы жауып? Түсінбеймін осы қазақтардың. Осындай бір ит тірліктерін қоймай, Абай атам зарлап кеткен ғой, қазақтың осы жұмысқа, қызметке, мансапқа таласқыш болатын несі екен деп жазғанда, түпнұсқасы есімде жоқ. Жалпы мазмұн осындай. Өстіп біреу ұлттың мүддесін істеп жазса, соның қасынан табылып, соның кемін дұрыстап, мынаны бүйтейік деп, мына жер мен бүйтейінші, сендердің шамадарың келмей жатқан мынандай жер бар екен, менің мындай өнерім бар еді, мындай мүмкіндігім бар еді, мен саған ақыл көмегім бар, мен саған қаржы көмегім бар, мен саған мынандай мүмкіндігім бар, қалам көмегім бар, менің мындай халықаралық деңгейге жеткізетін мындай байланысым бар, менің ұлым мына жерде, қызым мына жерде, мен мынаны аударып жіберейін, мынаны ағылшынша аударайын, мынаны түрікше, мынаны арабша аударайын деп жан-жақтан үйсіп келіп істейтін жұмыс қой бұл деген. Отырып алады да бірін-бірі шұқыған қалың әулие Фейсбукте. Бұл иттік, бірақ ауыз сөз иттік. Анау дүнген екен, мынау ұйғыр екен, ананы битейік, мынаны битейік, анау жазып жатқан ана қалың өсекші, анау томар әлі, момар әлі деген қалың азғындар бар ғой, жаңа томар болып аяқтан қағатын. Бірақ ауыз сөз қоқсық ұлттың азғындары. Бар да ұлтың үшін жұмыс істе, өзіңді дәлелде. Дәлелде көрсет халыққа. Халық сені сыйлайды, қан көтереді.
Ал сені сыйлап, хан көтеріп, сен қазақтың мұңын мұқтажын шешіп, бір қазақ болса да жұбатсаң, біз де сені хан көтереміз. Тіпті бұрынғы істеген иттігіңді ұмытып кетемін. Міне Аллахтың атымен ант етейін, бұрынғы істеген иттігіңді ұмытып, міне азамат деп құшағымды ашпасам, ар қолыңды бере кел. Тек қазақ үшін жұмыс істейікші. Өсекті, жаланы, анау мынау деп қаралағанды, оны қояқшы. Абыройды жалалау арқылы, біреудің балағын тарту арқылы таппай, абыройды еңбек арқылы, жұмыс арқылы табайықшы, айналайындар. Өтірік емес, жасырары жоқ. Тұтас Шығыс Қазақстанға міне 2 мәрте барып, тұтас Талдықорғанға міне қанша мәрте барып жатырмын. Ауыл-ауылды аралап, міне қыс бойы сөйтіп жүрміз. Соның бәрі істеп жүрміз. Жұмыс па жұмыс, жазып жатырмыз. Жұмыс па жұмыс. 10 мәртеге жоқ жаңа баспасөз, дөңгелек үстел, мәслихаттар өткізіп жатырмыз. Баспасөз, мәслихат. Жұмыс па жұмыс. Әлем ақпараты жазып жатыр. Жұмыс па жұмыс. Ағылшынша, қытайша, орысша, түрікше кетіп жатыр. Жұмыс па жұмыс. Адамдарды ұйымдастырып жатырмыз. Жұмыс па жұмыс. Абыройды, атақты еңбекпен тап. Оны елден сұрап алмайсың. Мені сыйлашы, мені құрметтеші, мені басыңа қан көтерші деп сұрап жалынып алмайсың оны. Оны біреуді өсектеп, біреуді төменшіктетіп барып өзіңді биік көрсетпейсің. Оны тоқтаусыз осы біз құсап жылдап, міне 1 жыл, 1,5 жыл еңбек етіп сөйтіп тап. Біз міне осы облыстарға барғанда халық қанды күткендей күтіп алады. Әрбір ауылдарда, аудан орталықтарында бір тойға жиналған адамдай жиналып алады. Бәленбай машина бір ауылдан екінші ауылға, бір ауданнан екінші ауданға шығарып салады. Қарттар, әжелер қолын жайып, батасын беріп жатады, жылап жатады. Соның бәрін біз біреуді өсектеп, біреуді жамандап, елді халықты жиып, менің өсегімді тыңдашы, мен керемет бір өсек айтатын едім деп, сол елді жиған жоқпыз. Еңбегімізбен көрсеттік. Халық өзі жиналды. Халықтың көзі, ол қырағы. Кімнің өзі үшін жұмыс істейтінін біледі, айналайындар. Сондықтан мына қалың өсекші, жалақор, бәлеқор, күншіл, міншіл ағайынға айтатын бір ауыз сөзім. Доғарыңдар да еңбек етіңдер. Ал енді Қытайдың жалдамалы жазғышыларына, Қытай үшін жұмыс істейтін сатқын қазақтарға айтарым, сендерді қазақтың қарғысы атсын, Аллахтың лағынеті болсын. Тұқым тұқияныңа дейін құрып кетіңдер. Қазақ болмай-ақ кетіңдер. Сендер сол Қытай болып, ақыретте сол Қытаймен бірге тіріліңдер. Қытай қауымымен бірге тіріліп, Аллахтың қарғысы тиген сол қауыммен бірге болыңдар. Менің айтарым сол. Қытайдың жалдамалы жазғыштарына айтарым осы. Ал жаңағы өзіміздің күншіл, міншіл, өсекшіл, жалақор қазақтарға айтатыным, айналайындар, абыройды еңбекпен табыңдар. Сау болыңдар. Менің аты жөнім Серікжан Біләшұлы. Ата жұрт еріктілерінің біреуіміз. Біздің айналамызда 50 шақты жігіт жүр. Бейресми біздің айналамызда жүрген адамның ұзын ырғасы бәленбай мың. Соның бәрі ұйымдасу. Осыншама адамды артымыздан ертіп, осыншама адамды айналамызға жиып жүргеніміз, ол біздің істеп атқан ісіміздің әділетті екендігінің бір көрінісі. Сендер де істеңдер. Ешкім тоспайды. Ешкім саған лицензия беріп әуре болмайды. Бар да жылаған қазақтың көз жасын сүрт. Тірі жетімнің басын сипа. Аштың қарнын тойдыр. Құжаттан қиналып, бюрократиядан таяқ жегеннің барып бір мұқтажын шеш. Болды. Абырой да, атақ та өзі-ақ келеді саған. Сау болыңдар. Аты жөнім Серікжан Біләшұлы, телефоным және WhatsApp'ым +7 747 063 90 31.